안녕하세요, 여러분. 좋은 하루예요. 잘 지내고. Сәлем достар, сіздермен мен Әсел және Kimchi TV. Ал сіз корей тілінде сенің атың кім, қалайсың, немесе қайда бара жатсың деп сұрақ қоя аласыз ба? Немесе жалпы корей тіліндегі сұраулы сөздерді білесіз бе? Білмесеңіз, онда бүгінгі 9-шы сабақты бастап үйренетін боламыз, яғни барлық сұраулы сөздерді үйренеміз. Бірақ ол үшін тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Яғни үлкен интернет желісінде мені жоғалтып алмас үшін, сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойсаңыз, жаңа видеолар сізге уведомление болып өзі келіп тұрады. Ал енді сұрақтардың өзіне де көшейік. Әр сұраққа 2 мысалдан келтіріп қарастыратын боламыз. Бірінші сұрақ онже, қашан, когда деген сұрақ. Онже деп айтылады. Айтылуын қасына жазып қойсаңыздар болады. Онже. Екі сөйлеммен қарастырамыз дедім. Бірінші сөйлем онже осайо, яғни қашан келдің? Онже осайо. Яғни мұнда онже қашан келдің? Онже осайо. Екінші мысал, Йонхваның онже 시작하나요? яғни кино қашан басталады? Йонхваның онже 시작하나요? Кино қашан басталады? Онже қашан. Келесі, біз дорамада көп еститін оттокке дейтін сөз естеріңізде шығар, яғни көп айтылады. Оттокке дегеніміз қалай, яғни каким образом деген сияқты. Енді осы сөзге мысал келтіретін болсақ, бірінші мысал, яғни чо оттокке халгайо. Мен қалай істесем болады, яғни дословно переводы. Орысша как мне поступить деген сөз. Екінші мысалда оттокке 지내요? 어떻게 지내요? қалайсыз, как поживаете деген сөз. Енді сіздер осы оттокке сөзінің мағынасын, аудармасын білесіз. Келесі достар, үшінші сұрақ, оди қайда, где деген сұрақ. Бұл сұрақта көбіне дорамаларда көп кездеседі, оди деген сияқты. Сол себепті бұл сұрақ 3 түрлі болып айтылып келуі мүмкін. Мысалы, оди мұндағы жалғап тұр, қайда деген сөз. Сосын оди ро жалғап тұр, қай жаққа. Оди со қай жерде және қай жерден деген сұрақтарға жауап береді екен. Негізі толықтай барлығы бір сұраққа жауап бергенімен, сөйлем соңындағы сұрақтың соңындағы жалғаулары басқаша өзгеше болып келеді, я? Не себепті? Себебі сөйлемде септік сұрақтарына байланысты әр септіктің өзіне керекті жалғауы жалғанады. Естеріңізде болса, біз алдын септіктер сабағын өткен кезде осы со жалғауларын өткен болатынбыз. Егер ол сабақты өтпеген болсаңыздар, міндетті түрде септіктер тақырыбына кіріп, қайталап өтіңіздер. Ал енді осы оди, яғни қайда, где сұрағының мысалдарына көшейік. Бірінші, 화장실 어디예요? яғни әжетхана қайда? 화장실 어디예요? Осы жерде 어디예요 жалғауында жалғау жалғанып тұр екен. Үшінші мысалда оди гайо, яғни қайда бара жатсыз. Бұл жерде мұндағы жалғауын жалғамасақ та болады, яғни жай ғана оди гайо, қайда бара жатсыз деп те айтуға болады. Төртінші сұраулы сөзге көрсек, 4 мод, яғни не, кім, что деген сұраққа жауап береді. Бұл сұраулы сөзде бірнеше болып айтылып келуі мүмкін. Мысалы, бірінші мога, не, кім. Екінші мол, не, кімді деген сұраққа жауап беру мүмкін. Және үшінші молро, немен, на чем приедете деген сияқты осындай жалғаулар жалғануы мүмкін. Бұлардың барлығы да үшеуі осы мод сөзінен шыққан, мұндағы мод сөзінен шыққан сөз, кім, не деген сұраққа жауап беретін сөз жалғаулары, бірақ осылайша өзгеріп келуі мүмкін. Осы мод сөзіне кім, не деген сұраққа жауап беретін осы сөзге мысалдар келтірейік. Бірінші мысал мол хесео, яғни сіз не істедіңіз. Жүрдімінің мол алдыңға айтқан жалғау жалғанып тұр, мұндағы мол хесео, сіз не істедіңіз. Екінші сөйлем иремей мулейо, мұнда да осы жалғаулар жалғанып тұр. Иремей мулейо, есіміңіз кім деген сөз. Бесінші сұрақ, яғни нугу, кім, кто деген сұраққа жауап береді. Бұл сұрақта бірнеше жалғаулармен аяқталып келуі мүмкін. Мысалы, нугуа кіммен, нугуры кімді, нугуры. Келесі нуга кім, нуга, және нугуэге және нугуханте кімге деген сұраққа жауап береді. Қарап тұрсаңыздар, мұндағы ва, рыга,
еге, ханте кімнің есіне түсіп тұр. Яғни бұлар негізі барлығы септіктердің жалғауы еді. Мен жоғарыда алдыңғы үшінші сұрақтарда айтқан кездегі жалғауларда кездескен еді осы септік жалғаулармен. Сол себепті де септіктер тақырыбын өтпесеңіздер, міндетті түрде сол 6-шы сабаққа кіріп септіктерді оқып шығыңыздар. Яғни келесі сабақтарға өтіп, келесі сабақтарды үйренуге әлдеқайда оңай болады. Және септіктерсіз де сөйлем құрау мүмкін емес. Сол себепті сол сабақты оқып қайталап шықсаңыздар. Достар, нүгу сұрағының сөйлемдеріне де қарастырайық. Бірінші сөйлем ис арамын нүгуйо. Ис арамын нүгуйо. Бұл адам кім? Нүгуйо деген жалғанып тұр екен. Екінші сөйлемде оже нүгуа манасойо. Оже нүгуа манасойо. Кіммен жолықтыңыз деп тұр. Яғни бұл жерде де мұндай жалғаулар жалғанып тұр екен. Ал достар, 6-шы сұраққа да келдік. 6-шы сұрақ мед қанша? Сколько деп аталады? Яғни мед сарамио. Қанша адам? Мед сарамио. Қанша адам? Сөйлем онырын межио. Яғни бүгін қай күн? Меджио осы жалғау жалғанатта бүгін қай күн деген сұраққа жауап береді. Негізі бұл мед сұрақтары көбіне зат есімдермен байланысады. Достар, мұндағы 7-ші сөйлем алдыңғы 6-шы сөйлемдегі мед сөзіне ұқсас, яғни қанша деген сұраққа жауап береді. Ольма деген сөз. Бірақ көбіне тек осы бағаға байланысты сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Мысалы, кітаптың бағасын білгіміз келсе, адам санын емес, мысалы, кітап бағасы, алма бағасы қанша тұрады деген сияқты бағаға байланысты кезде қолданылады. Көбіне етістікпен жалғасып айтылады. Сөйлем чеги ольмайо. Чеги ольмайо. Кітап қанша тұрады? Бағасын сұрап тұр. Екінші сөйлемде ольмайо, бұл да осы қанша тұрады деген сөз. Осының алдына мысалы сагуарылға ольмайо деп не нәрсенің бағасын білгіміз келіп тұр. Сол затты қойып, дұрыс жалғауды жалғап, осы ольмайоны жалғасақ болады. Сосын сонда бағасы қанша тұрады деп сұрай аламыз. Келесі 8-ші сұраққа көшсек, неге, не үшін деген сұрақ. Яғни бұл деген сұрақты да көбіне дарамаларда көп айтады. Бірінші мысалда айтатын болсақ, мулапойо, не үшін сұрап жатсыз деген сияқты осы жалғаулар жалғанып тұр. Екінші сөйлем оже оносайо, неге кеше келмедіңіз? Бұл жерде жалғау жалғанып тұр. Достар, 9-ші сұраққа көшсек, 9-шы оттон, яғни қандай, какой деген сұраққа жауап береді. Бірінші сөйлем мысал ретінде жүйінің оттон сарамио, яғни жүйі қандай адам деп адамның қандай екенін сұрағымыз келген кезде жүйінің оттон сарамио. Екінші мысалда оттон көдірілгайо, яғни не берейін, яғни қандай зат, қайсысын берейін дегенде қолданылады. 10-шы сөйлем 10-шы сөзге де келіп қалдық. Мұсын қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Бірінші сөйлемде мұсын лио, что случилось деп аударылады, бірақ дословно аударған кезде қандай жұмыс болып қалды, қандай деген сұраққа жауап береді. Сол себепті осылай мысал келтіруге болады. Екінші сөйлемде, екінші мысалда мұсын секары жуайо, яғни сізге қай түс ұнайды деп аударылады. Ал достар, енді міне соңғы 11-ші сұрақ, яғни сұраулы сөз, оны, яғни қайсы, какой деген сұраққа жауап береді. Бірінші сөйлемдегі мысалда оны нара сарамио, яғни қайсы елденсіз, оны деген сұраулы сөз жалғанып тұр. Екінші сөйлемдегі мысалда копи уаджа чуңоны косын тышикесейо, яғни сіз қайсысын ішесіз, кофе немесе чай деген сияқты етіп аударылады. Достар, енді мысал келтірген 11 сұрағымыздың барлығын тізіп жазып шықтым. Тағы да қасына жазып қайталап шығып көрейік. Бірінші сұрақ онже қашан, екіншісі оттоке қалай, үшіншісі оди қайда, төртінші мод кімне, бесінші нугу кім, алтыншы мед қанша, жетінші ольма қанша oldu, бірақ бағасын айтқан кезде деп айттым. Сегізінші неге, не үшін, тоғызыншысы оттон қандай, 10-шы мұсын қайсы қандай, 11-шісі оны қайсы. Негізі осылар соңғы сұрақтар қандай, қайсы деген бір-біріне ұқсап кетеді, бірақ мысал ретінде екі маңызды айтып өтейін, екі сұраулы сөзді.
оттон дегенimiz кандай деген суракка жооп береді. Кейде кайсы деп те аударылуы мүмкүн. Мисалы, оттон дегенде мисалы биз ауқымды, яғни үлкен объемды, үлкен форматтагы форматтын ичинен тандайтынды айтамыз. Мисалы, сизге кандай фильмдер унайды деген сыяктуу, кандай жанрдагы, мисалы, маган фантастикалык фильмдер унайт деп ауқымды фильмдердин ичиндеги дәл фильмдин бирөөнү эмес, ауқымды бир жанрды тандап айткандыктан осы жагдайда, яғни мындагы 10-шы сөйлемде мусун дегенimiz сол үлкен ауқымды эмес, сонун ичиндеги кайсысы фильмдердин ичиндеги кайсы бир фильм сону тандап айтуу максатында, мисалы, фантастикалык фильмдердин ичиндеги мага мисалы Человек-паук унайт деген сыяктуу таңдап алып, кайсысы деп кандай деген суракка жооп береді. Чүнгуя достар, энди сиздер осы суроолуу сөздөр аркылуу сурак кое аласыздар. Енді осы суроолуу сөздерді қолданып сөйлем құрап көріңіздер. Менің қазақша корейше сөздік кітапшамда осы суроолуу сөздер бөлімі де бар. Одан бөлек басқа да әртүрлі 15 тақырыптағы сөздіктер кітапшамда іле алмаған болсаңыздар, инстаграмыма тіркеліп, директке плюс бассаңыздар, сіздерге сол кітапшамды сыйға тартатын боламын. Ал видео ұнаған болса лайк басып, тіркеліп, комментарияға өз ойларыңызды қалдырып отырыңыздар. Корей тілін үйренуді тоқтатпаңыздар. Файтинг! Келесі кездескенше, аньян!